Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздер Орео пирогын дайындайтын боламыз. Өте ерекше, дәмді пирог. Бөлме температурасындағы сары майды алып, қантпен бірге миксерлеп аламыз. Кейін жұмыртқаны салып, одан соң құрғақ начинкаларымыздың барлығын салып, араластырып аламыз. Сетадан өткен ұнымызды салып, қамыр илейміз. Дайын болған қамырдың кішкене ғана бөлігін бөліп алып, холодильникке салып қоямыз. Қамырды бірден формаға төсеп аламыз. Формамыздың ішін майлаймыз, пергамент қағазын төсейміз, содан соң қамырымызды салып аламыз, текшелеп осылай етіп, осындай қалыңдықта болады. Кейін қоспаны дайындаймыз. Орео печеньесін оқтаудың көмегімен уатып аламыз. Начинкаларымызды блендердің көмегімен араластырып аламыз. Кейін печеньемізді салып, сүзбелі қоспамызға араластырып аламыз. Начинкамызды әдемілеп құйып аламыз. Кейін үккіштің көмегімен қалған қамырды бетіне себетін боламыз. Пирогымыз дайын. Дайын болған пирогымызды 180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Маған лайк басып, жаңа видео күтіңіз.